Егер сіз үй сатайын деп жүрсеңіз, соңына дейін көріңіз. Бұл ақпаратты сіз міндетті түрде біліп жүруіңіз керек. Мысалы, сіз қазір үй сатайын деп жатырсыз, үйді 25 жылдың ноябрь айында алдыңыз делік. Қазір міне июнь айында сатайын деп жүрсіз 2026 жылдың. Егер сіз қазір үйіңізді сатып жіберсеңіз, үйді ноябрь айында 2025 жылы алғансыз, иә? Мысалға делік 15 миллионға үйді алған болған болсаңыз, қазір 20 миллионға сатып жатсаңыз, арасындағы разница 5 миллион ғой. 5 миллионнан 10% налог төлейтін боласыз. Подоходный налог деп аталады, ол міндетті түрде төленеді. Былтыр 2026 жылы 2 жылдың ішінде үй сатсаңыз, налог төлеу керек деген айтылған, бірақ ол заңды күшіне енген жоқ. Қазір бүгінгі таңға 1 жылдың ішінде үйді алған уақыттан бастап 1 жылдың ішінде үйді сатсаңыз, разницадан 10% налог төлейтін боласыз. Осы налог жайлы көбі білмей қалып, үй сатып жібереді, сосын бірнеше жылдар налог төленбей қалған есебінен үстіне пеня қосылып кетіп жатып, үлкен қарыздарға кіріп жатқан кездерде кездеседі екен. Бұның бір себебі жаңағы налог сізге Каспийге де, басқа да банк қосымшасына, платежи деген бөлімге келмейді. Сізді бұл налог туралы ешкім ескертпейді де. Сол үшін үйді сатқан кезде жаңадан договор купли-продажа жасайсыз ғой. Покупатель сатып алады, сол кезде бір экземпляр договор купли-продажын сізге берілетін болады. Сосын сіз үйді сатып алған кездегі договор купли-продажа бар ғой, ескі договор купли-продажа. Соның копиясын міндетті түрде түсіріп алу керек. Егер үйді 1 жылдың ішінде сататын болсаңыз, копиясын түсіріп аласыз да, ескі договор купли-продажа, жаңадан істеген договор бар, екеуін налогыға апарып өзіңіз төлейтін боласыз. Осы видеоны таныс, туыс, ағайындарға жіберіп қойыңыз. 1 жылдың ішінде үйлерін сатып жатқан болса, жаңағы налогтарын білмей қалып, пенялар көбейіп кетіп жатпасын. Парақшада ипотека туралы осындай пайдалы ақпараттар айтылады. Тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.